20 жастағы Ержан қарапайым колледж студенті. Ол техникалық мамандықта меңгеріп жүр. Ақжарқын жігіттің үлгерімі орташа, хоббиі жастайынан меңгерген домбыра тарту. Қарапайым отбасынан шыққан қазақ баласының діни білімі жоқ. Дәстүрлі діннің алғышарттарын бұған дейін ауыл ақсақалдарынан естіген. Үлкен қалаға қоныс аударғалы діни білімді тек ғаламтордан ізденіп жүр. Ержан соңғы жарты жылда қатты өзгерді. Көппен бұрынғыша араласпайды. Домбыраны да қолға алмайды. Студент достардан алшақтағаны қатты сезіледі. Ылғи құлаққап тағып, күдікті бейнелерді қарайтынды шығарды. Ержанның оқуға қызығушылығы бұрынғыдай емес. Дәрістен жиі қалып, үлгерімі төмендеген. Топтағы достарына да түрлі тыйымы көбейді. Қыздармен сөйлеспейді, жігіттерге агрессивті көзараспен қарайтын болды. Той-домалақ, жиын кездесулерге мүлдем бармайтынды шығарды. Ауыл баласының киіну стилі де өзгерді. Шолақ шалбар, қауқадай сақал қойған